Саламатсыңдар ма балалар? Математика пәні 2-ші сынып. Өткенді бекіту. Мен жақшалы және жақшасыз өрнектердің мәнін табуды үйренемін. Ортақ тақырып қоршаған ортаны қорғау. Енді барлығымыз назар аударамыз бірінші тапсырмаға. Жұптық жұмыс бірінші тапсырма. Өрнектердің мәнін тауып, сәйкес суреттерді анықта. Астында сәйкес суреттер бар. Енді қане балалар бірінші есепке мән беріп қарайық. 5 пен 9-дың көбейтіндісін азайтамыз 7 мен 3-тің көбейтіндісіне. Ендеше қараймыз. 5-ке балалар 9-ды көбейтсек қанша болады? Дұрыс айтасыңдар. 45 болады. Ал 7 мен 3-тің көбейтіндісі 21-ге тең. Ендеше балалар өрнектің мәні нешеге тең болады екен? Дұрыс айтасыңдар. 24-ке тең болады екен. Ал мына суреттерде бізде 24 деген сан бар екен. Ендеше бірінші есепті біз 24-ке апарып көрейік. Қане бірінші 24-ке апарамыз. Орналастырамыз. Келесі. Қоқыстарды сұрыптап сал. Өңдеу кезінде жеңіл болады дейді. Қане қараймыз. 25 азайту 15 пен 5-тің бөлінісінен. Бірінші бізде қай амал орындалады? Дұрыс айтасыңдар. Бөлу амалы орындалады екен. Ендеше 15 пен 5-тің бөлінісі нешеге тең балалар? Дұрыс айтасыңдар. 3-ке тең. 25 пен 3-тің айырмасы нешеге тең болады? 22-ге тең болады екен. Бізде мына есептердің арасында қазір қараймыз. 22 деген суреттерде 22 деген сан бізде бар екен. Ендеше екінші дөңгелекшені біз 22-ге апарамыз. Кәне 22-ге апарамыз. Бізде ол мына жерде орналасқан екен балалар. Жарайсыңдар. Келесі қараймыз. Суды үнемді пайдалан. Яғни 15 қосылған 20 мен 5-тің бөліндісі. Біз білеміз бірінші бөлу амалының орындалатындығын. Сондықтан да 20 мен 5-тің бөліндісі бізде қаншаға тең болады балалар? Дұрыс айтасыңдар. 4-ке тең болады екен. Ендеше 15-ке 4-ті қосатын болса, қаншаға тең? Дұрыс айтасыңдар. 19-ға тең екен. Дұрыс айтасыңдар. Жарайсыңдар балалар. 19-ға тең болады екен. Енді келесі тапсырманы қараймыз. Электр энергиясын үнемдейтін шамдарды пайдалан дейді. Яғни 16 мен 4-тің қосындысын 6-ға бөлеміз. Яғни бірінші біз білеміз өзіміз жақшаның ішін орындаймыз. Яғни 16 мен 14-тің қосындысы 30-ға тең болады. 30-ды 6-ға бөлетін болсақ, балалар, қаншаға тең болады екен? 5-ке тең болады екен. Жарайсыңдар балалар. Яғни біз 4-тің дөңгелекшесін 4-тің дөңгелекшесін біз 5-ке апаруымыз керек. Қазір балалар, қане 5-ке апарап қоя қояйық. Жарайсыңдар балалар. Келесі 32 азайту 12 мен 2-нің бөлінісінен. Бірінші біз не істейміз? Бөлу амалын орындаймыз. Яғни 32-ден 12-ні бөлеміз. Қаншаға тең болады? Дұрыс айтасыңдар. 6-ға тең. Енді 32 мен 6-ны азайтатын болсақ, қаншаға тең болады? 32 мен 6 26-ға тең болады. Жарайсыңдар балалар. 26-ға тең болады екен. Енді келесі тапсырманы қараймыз одан кейін. Келесі тапсырманы қараймыз. Көшеттер отырғыз дейді. Яғни 16 бөлінген жақша ішінде 4 көбейтілген 2. Яғни 4 пен 2-нің көбейтіндісі бізде балалар 8. 16 мен 8-дің бөліндісі қаншаға тең болады екен? 2-ге тең болады екен. Жарайсыңдар. Менің ақылдыларым бұл есептен қиналмай-ақ шығарды деп мен ойлаймын. Қиналмай-ақ шығардық деп мен ойлаймын. Енді балалар, бәріміз келесі тапсырмаға назар аударайық. Бірінші, бұл есебіміз біздің дұрыс па, бұрыс па, жауаптарын бір тексеріп алайық. Балалар.
барлығы 6 есеп екен, барлығында біз дұрыс Келесі шығарыппыз. екінші тапсырма, есептемей салыстыр. Досына бірнеше бағаның шешуін түсіндір, ал ол саған екінші бағаның шешуін түсіндірсін деп айтылған екен. Ендеше біз қазір өзіміз үйде отырған себептен біз өзіміз шығарып көрейік. Мысалы, балалар, 9 пен 4-тің көбейтіндісі қаншаға тең болады? 9 пен 4-тің көбейтіндісі, балалар, қаншаға тең? 36-ға тең болады, иә? Ал енді, балалар, 9 қосылған 9 қосылған 9. Ол бізде нешемен нешенің көбейтіндісі? 9 бен 3-тің көбейтіндісі, яғни 27-ге тең. Бұл есепті біз есептемей отырып шығаруға болады ма? Болады, яғни 9 бен 4-тің көбейтіндісі артық 9 қосылған 9 қосылған 9-дан не болмаса 9 бен 3-тің көбейтіндісінен деп біз шығара аламыз, иә, балалар? Ары қарай 29 көбейтілген 2, яғни 29 бен 2-нің көбейтіндісі 30 қосылған 30 дейді. Яғни бұны да біз есептемей шығара аламыз. Қайсы артық болады екен, балалар? Дұрыс айтасыңдар. 29 бен 2-нің көбейтіндісі кем 30 бен 30-ның қосындысынан. 8 бен 8-дің қосындысы және 8 бен 8-дің көбейтіндісі. Яғни бұны да біз есептемей отырып шығара алады екенбіз. 8 бен 8-дің қосындысы кем 8 бен 8-дің көбейтіндісінен. Жауаптарын тексеріп көрейік. Яғни бізге берілген 3 есеп, біз 3 есептің да дұрыс шығарған екенбіз. Енді, балалар, осы есептің жалғасын қазір өзіміз орнымызда отырып шығарып көрейік. Мен сендердің дұрыс шығаратындарыңа сенімдімін. 3-ші тапсырмаға назар аударайық. Бұл жерде есепті шығар, кері есептер құрастырып, оларды шығар деген екен. Бір ұяда 3 балапан, ал екіншісінде одан 2 есе артық балапан бар. Екінші ұяда неше балапан бар? Яғни бір ұяда қанша балапан бар екен, балалар? Бір ұяда, дұрыс айтасыңдар, бір ұяда бізде 3 балапан бар екен. Екінші ұяда, яғни белгісіз, бірақ қанша есе артық екен? 2 есе артық екен. Балалар, есе артық дейтін болса, біз қандай амалды орындаймыз? Көбейту амалын орындаймыз. Жарайсыңдар, балалар. Ендеше бұл есеп бізге өте жеңіл. Яғни 3-ке не істейміз? Көбейтеміз. Нешені? 3-ке көбейтеміз 2-ні. 3-ке 2-ні көбейтсек, балалар, қаншаға тең болады? Яғни 3-ке 2-ні көбейтсек, балалар, 6-ға тең болады. Яғни 3 пен 2-нің көбейтіндісі 6-ға тең болады екен. Жауабы екінші ұяда қанша балапан бар екен солмен? Екінші ұяда 6 балапан бар екен. Жауабын тексеріп көрелік. Яғни жауабы дұрыс жазылған екен. Енді, балалар, қазір өзіміз орнымызда отырып, осы есептің, 3-ші есептің әсін және бысын шығарып көрейік. Мен сендердің дұрыс шартын құрып шығаратындарыңа сенім білдіремін. Өзіміз үйде отырып шығарып маған WhatsApp желісі арқылы жіберсеңіздер болады, балалар. Енді қазір бәріміз ары қарай 5-ші тапсырмаға қарайық. 5-ші тапсырмада ол зертте дейді екен. Сұлба бойынша өрнектер құрастырып, олардың мәнін тап. Бір-бірінен қандай айырмашылықтары бар? Олар әртүрлі оқы дейді. Яғни бірінші, балалар, бұл жерде біз 9 бен 5-тің көбейтіндісі. 9 бен 5-тің көбейтіндісі қаншаға тең болады екен, балалар? Бірінші біз 9 бен 5-тің көбейтіндісін тауып аламыз. 9 бен 5-тің көбейтіндісі 45-ке тең болады екен. Яғни 100 бен 45-тің айырмасы қаншаға тең болады, балалар? Дұрыс айтасыңдар. 100 бен 45-тің айырмасы 2-ге тең 55-ке тең болады екен. Жарайсыңдар, балалар. Келесі есепте біз бірінші азайту амалын орындаймыз. Яғни 32-ден 24-ті азайтамыз. 32-ден 24-ті азайтсақ неше болады, балалар? Дұрыс айтасыңдар. 32-ден 24-ті азайтсақ 8 болады екен. 8 бен 5-тің көбейтіндісі қаншаға тең, балалар? 8 бен 5-тің көбейтіндісі, дұрыс айтасыңдар, 8 бен 5-тің көбейтіндісі 40-қа тең. Енді, балалар, біздің есебіміз дұрыс па, бұрыс па, жауабын тексеріп көрелік. Дұрыс шығарған екенбіз. Енді, балалар, осы есептің ары қарай келесісін біз өзіміз орнымызда отырып шығарып, маған WhatsApp желісіне өздеріңнің шығарған есептеріңді жіберулеріңізді сұраймын. Балалар,
Яғни үй тапсырмасы ретінде мен сіздерге кітаптарыңыздағы 4-ші тапсырманы бергелі отырмын. Баған түрінде есептеп, оның дұрыстығын тексеріп шығамыз. Бүгінгі сабақты жақсы түсініп меңгердіңдер деп ойлаймын. Сау болыңдар.